Бүгін қасиетті Рамазан айының 8-ші күні. Енді 3 апта ғана уақыт қалды, кейін ораза да бітеді. Дұрыс айтасың. Ораза тұтқан жандарға ауызашар беруде үлкен сауап бар. Жалпы ауызашар берудің тәртібі бар ма? Болса, қандай деген сұрақтарға тілшіміз Маржан Нүсіпбек жауап іздеді. Қасиетті Рамазан айы нағыз сауапқа кенелетін ай. Ауыз бекіткен туған туыс ет жақындарға ауызашар беруді өзімізге парыз санаймыз. Пайғамбарымызда кімде-кім мұсылман бауырына ауызашар берсе, қарнын тойғызса, сусындатса, оған ораза ұстағандай сауап жазылады дейді. Ораза кезінде ауызашар береміз деп аста-төк дастархан жаятынымыз өтірік емес. Ал осы дұрыс па? Әркім өзінің жағдайына қарай дастархан жаяды. Міндетті түрде бір қой сою, немесе жылқы сою, жылқының етін қою деген міндет емес. Жағдайына қарай, шамасына қарай дастархан жайып, сол кісілердің батасын дұғасын алса, сол жеткілікті. Яғни ауызашарда жай ғана құрма немесе сусынсаңыз да сауабы мол. Ал ақ дастархан жайып ауызашар беріп отырған адам қонаққа бірден ауыр тамақ ұсынбағаны жөн. Өйткені күні бойы аш жүргендіктен ауызаша сала майлы тамақ жеу асқазанға зиян келтіруі мүмкін. Сондай-ақ ауызашар уақыты таяғанда қандай да бір қиындық туып, тамақ немесе дастархан дайын болмай қалатын жағдайлар да кездеседі. Мұндайда еш уайымдамай ауыз аштыруға ниет еткендіктен үйдегі бар тамақты ұсына беруге болады. Ескеретін тағы бір нәрсе, ауызашар уақыты кірген соң дәрет болмаса да ауыз ашу керек. Бұдан бөлек уақыт өткен сайын кептеліс дейміз бе, әлде басқа ма, әйтеуір қанша үлгеруге тырысқанымызбен кейде ауызашарға шақырған үйге кешігіп баратын сәттер болады. Мұндай кезде не істеу керек? Оразаны білесіздер, сауабы уақыт кіргенде ашқан сауабы көбірек болады дейді. Сондықтан да қолымызда бар, суымыз бола ма, құрмамыз бар, ауыз ашып, дуа жасап бара береміз. Өйткені үйдің иесі шақырғаннан ниетіне қарай сауабын ала береді бәрібір. Қазіргі кезде жамағатқа тек үйде ғана емес, мешітте де ауызашар беретін жағдайы жақсы адамдар көбейген. Мысалы, демеушілердің қолдауымен қазір Астана қаласы мешіттерінде 2000-ға жуық адам ауыз ашады. Маржан Нүсіпбек, Айтжан Отызбаев, Дастан Әлішев, арнайы Қайырлы